Сегізінші препарат бауыр гематоксилин бояумен боялады. Бұл жерде біз кіші ұлғайтқышпен және үлкен ұлғайтқышпен көруіміз керек болады. Бірінші кіші ұлғайтқышпен көргенде бізге осылай болып көрінеді. Біз ол жерде бірінші бауырдың пластинкасын ажыратамыз. Мінекей, мынау бізде бауырдың пластинкасы. Бұл негізінен бауырды бөлікшелерге бөлетін болады. Бұның құрамында, пластинканың құрамында мынау бізде дәнекер тін болады. Сонымен қатар оны қатты үлкейтетін болсақ, капиллярларды көреміз. Сонымен қатар бұлардың біздегі маңында бауырдың триадасын ажыратып көрсетеміз. Ендігі мынау бізде бауырдың бір бөлікшесі. Бауырдың бөлікшесінде біз ажыратамыз гепатоциттерді. Гепатоциттер мінекей мына жерден анық көрінеді. Ал ендігі біз бауырдың триадасын ажыратамыз. Бұл бауыр триадасы, яғни бөлікшенің шет жағасында болады. Бауыр триадасын біз үлкейтіп көрсететін болсақ, мінекей мынау бізде вена болып табылады. Мынау артерия болып табылады. Және мынау өт өзекшесі болып табылады. Яғни өздеріңіз білесіздер, бұл артерия мен венадан аш ішек, тоқ ішектен қақпа венасының құрамынан келетін веналар кіретін болады, және де оны қандандырушы артерия кіреді. Және де бұлар әрі қарай капиллярларға ұласатын болады. Синусоидты капиллярлар. Дәл осы синусоидты капиллярлар бізде жылжи отырады, және де орталық венаға келіп құятын болады. Орталық венадан әрі қарай ол төменгі қуыс венасына кәдімгі веналық қан болып шығатын болады.